Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мектебіме саяхат. Сен бүгін оқу құралдарын атауын атап айтуды, өз мектебің туралы әңгімелеуді үйренесің. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Танысу, табу, музыка мектебі, ауысым. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазайық, есте сақтауға тырысайық. Енді жаңа сөздермен сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастырайық. Іске сәт. Оқушылар, сөз тіркестерін, сөйлемдерді тыңдайық. Оқушымен танысу, тақырыппен танысу, сөзді табу, керемет музыка мектебі. Музыка мектебіне барады. Екінші ауысым. Сөйлемдер. Мен екінші ауысымда оқимын. Әпкем музыка мектебіне барады. Балалар, сендердің де сөз тіркестерін, сөйлемдер сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма тыңдалым. Балалар, мәтінді тыңдайық, сұрақтарға жауап берейік. Тыңдалым. Саят, мектебімізге қарашы. Қандай үлкен, әдемі. Иә, Мерей, мектебіміздің ауласы кең. Аулада ағаштар, гүлдер өседі. Мұнда ойын алаңы да бар. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдадыңдар деген ойдамын. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мектеп қандай? Мектептің ауласы қандай? Аулада нелер өседі? Ойланайық, іске сәт. Оқушылар, жауаптарымызды тексерейік. Мәтін мектеп туралы. Мектеп үлкен, әдемі. Мектеп ауласы кең. Аулада ағаштар, гүлдер өседі. Мұнда ойын алаңы да бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, айтылым. Екінші тапсырмадағы суреттерге қарайық. Суреттер бойынша мектептерді салыстырайық. Өз мектебін туралы айту үшін мына сұрақтарға сүйенейік. Мектеп неше қабатты? Мектептің ауласы қандай? Мектептің жанында нелер бар? Мектеп ауласында нелер бар? Осы сұрақтарға сүйеніп, өз мектебін туралы әңгімелеп айтуға дайындал. Іске сәт. Оқушылар, тексерейік. Сұрақтарға жауап бере тұра, біз мектеп туралы әңгіме құрастырдық деп ойлаймыз. Біздің мектеп 4 қабатты. Мектептің ауласы кең. Мектептің жанында үйлер бар. Мектеп ауласында ағаштар, гүлдер өседі. Осы әңгімені жалғастыруға болады. Жарайсыңдар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Жазылым. Жазардың алдында мына оқу құралдарын атайық. Еске түсірейік. Жарайсыңдар. Енді осы құралдарды қолданып,
сөйлемдер құрастырып жазайық. Мына үлгі бойынша құрастыруға болады. Мен мектепке қалам апарамын. Қаламмен сөйлемдер жазамын. Оқушылар, сендер 2-3 затты алып, сол зат туралы сөйлемдер құрастырып жазыңдар. Іске сәт. Оқушылар, Орвалд сайт арқылы енді кішкене ойнайық. Сөздерді еске түсірейік. Ойынның аты жұбын тап. Іске сәт. Оқушылар, мына слайдтағы артық затты тауып, мектепке қажетті заттарды атауын атайық. Оларды көрсетейік. Іске сәт. Ойланайық. Оқушылар, сабақ тақырыбы бойынша барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Және сендер сабаққа белсенді қатыстыңдар деген үміттемін. Енді үй жұмысын жазып алайық. Өз мектебің туралы әңгімеле. 5-6 сөйлем құрастыр. Сабақта жасаған тапсырмаларды еске түсіріп. Және 73-ші беттегі 3-ші тапсырманы мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Іске сәт. Сау болыңдар балалар.